Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен банан печеньясын жасайтын боламыз. Ал жасауды бастайық. Ең алдымен бізге керегі ұн. Ыдысқа салып аламыз, міндетті түрде ұнды иілгіштен өткіземіз. Оның үстіне қантымызды қосамыз. Енді осының үстіне 1 чай қасық тұз және де 1 чай қасық қобызытқыш қосамыз. Барлығын жақсылап біркелкі етіп араластырамыз. Жақсылап араластырып болғаннан кейін оның үстіне бөлме температурасындағы сары майды қосамыз. Қолымыздың көмегімен маймен ұнды үгітіп жақсылап араластырамыз. Араластырып болғаннан кейін енді оның үстіне қаймақ қосамыз. Печеньяның қамырын дайындайтын боламыз. Печеньяға қажетті заттардың құрамын видеоның астына жазып кететін боламын, сол жерден көрсеңіздер болады. Ыдысымызға сыймағандықтан столдың үстіне барлығын түсіріп, қолымыздың көмегімен қамырды илейтін боламыз. Печеньяның қамыры жұп-жұмсақ болып шығады. Оны ыдысымызға салып, бетін 10-15 минутқа жауып қоямыз. Енді дайын болған қамырымызды видеода көрсетілгендей етіп бөліктерге бөлеміз. Әр бөлік ол печеньяның көлемі болып табылады. Барлығын видеода көрсетілгендей етіп жасаймыз. Оқтаудың көмегімен әр бөлінген бөлікті дөңгелек пішінге келтіріп жайып шығамыз. Қамырымызды жайып болғаннан кейін оның ішіне салмасын саламыз. Мен 2 түрлі салманы пайдаланамын. Бірінші сгущенка және екінші милка шоколадын. Сіздер де өздеріңізге ұнаған кез келген салманы пайдалана берсеңіздер болады. Мысалы варенье, вареная сгущенка және де тағы басқалары. Әр бөлікті дәл видеода көрсетілгендей етіп жайып, ішіне салмасын салып, ораған кезде банан пішініне келтіріп ораймыз. Алдағы уақытта менің каналымда басқа да көптеген рецепттермен бөлісетін боламын. Менің каналымды жоғалтып алмас үшін және де менің каналымдағы видео рецепттер сіздерге ұнап жатқан болса, менің каналыма тіркеліп, видеоларыма лайк басып, және де сұрақтарыңыз болса, комментарийға жаза кетсеңіздер болады. Печеньеміз банан пішіндес болғандықтан, әр бөлікті банан пішініне келтіреміз. Енді печеньеміздің арасына милка шоколадын салатын боламыз. Және де қамырды жайып жатқан кезде ортасын жұқа етіп жаймаймыз, себебі салмасын салып, оны орағаннан кейін салмасы салынған жер тесіліп немесе ашылып кетуі мүмкін. Сол себептен орта жағын жұқа етіп жаймаймыз, орташа қалыңдықта жаямыз. Дәл осы ретпен барлығын жасап шығамыз. Осы печеньяны балаларыңызға, үйдегілеріңізге жасап көріңіздер, өте дәмді болып шығады және де барлығына ұнайды деген ойдамын. Міне біз барлығын жайып болдық. Жұқа етіп жайғандарынан салмасы кішкене шығып кеткенін байқасаңыздар болады. Енді осыны қызып тұрған духовкада пісіріп аламыз. Міне біздің печеньеларымыз пісіп шықты. Пісірер алдында пергамент қағазына қояр кезде міндетті түрде араларына орын қалдырамыз, себебі пісірген кезде печеньенің көлемі ұлғаяды, сол себептен бір-біріне жабысып қалуы мүмкін. Міндетті түрде ортасына орын қалдырып қоямыз. Енді үстіне сахарная пудра, яғни қант ұнтағын қосып шығамыз. Осы рецептпен жасап көріңіздер, ас болсын.